мынау деген Xbox қосылмайды. Мә қосылсайны ешкімге мониторында істемейді. Адам қанын ішіп жаңа YouTube ана не деген істемейді. Адам қанын ішті. Ё-моё. Уж надоел шықпайды. Надоел шықпайды. Істей беріп. Xbox кірілмей. Майнкрафт мұны қатып шығып қайттан кірсем қайттан қатады. Мә. Нервно деді адам, нервно. Яшында. Бітмауды. Бір кездерін сөздермен біргемен дірді. Мә, достар, мен қарасаңыздар, мә, қосылмайды. Мә. Хотя, достар, бүгін видеода давай, достар, бітейік. Сіздер видео арнап түсірінеген ба? Xbox кірілмейдір. Так, содан кіріп көз. Бүгін видеода, достар, давай мен кафе ашайын, я? Өзіме кафе ашайық. Енді достар, осындай. Джакузи бар осындай. Понял, джакузи. Терең енді. Джакузи осындай. Так, енді шығайық. Мен өзім мынандай отыратын табылмайды. Енді шығайық. Гитардың бөлмесі бар. Так. Оның компьютерінде ештеңе өзінің так Google'да отыр екен. Так. Сакуның бөлмесі тұр. Так, ё-моё. Так. Оставить син. Қай жаққа саусақ болады кафені. Достар, кафені саламыз. Қай жаққа саламыз? Бір адамға көрінетін жерге саламыз. Боксерский рингті алып тастаймыз. Қай жаққа салсам болады? Мына жаққа салсам болады. Осы жаққа сала берейік. Так. Және енді осы мына жақтың дәу қып салайын ба жоқ дәу қып салудың қажеті жоқ. Үстіп сала берейік. Так, және бұл жаққа үлкен салу керек ішіне. Так, кафеге қол жуатын керек қой. Туалет салу керек. Туалеттен ішін ауырған кетен. Так, бұнда достар, давай туалет болсын. Бұнда туалет болсын. Қол жуатын. Бір жақта қол жуатын зат болады. Сол азамат бойында рахаттылықты алғырлықты қалыптастыру қабырғасының жемісті жақсы иісті бәйшешек аралар пайдасын көрем десек. Ұғымдағы милы жастың бойын қосып үйретер талай осылай істейміз. Талай есептен шәкәрім атамыз айтқандай математика нақты ғылым болғандықтан ол барлық ғылымға ден беріп сондықтан математика біздің өмірімізге қалай әсер етеді деген сұрақтың так істеп істейік достар. Кафені істеп істей берейік. Қалай оқып білу керектігі оқушылар
Бірақ мынау кісілер ешкім көрмеп кетті. Просто адам сияқты. Оларға математиканың адам өміріне қаншалықты қажет екенін түсіндіру үшін көп жұмыс жасайды. Математика сіздің өміріңізге қалай әсер етеді? Так, бисмилlah шыққасын. Қиын әрі өте қызық пән екендігінен ерекше. Ол әртүрлі әдіс-тәсілдермен әрі өмірмен байланыстырылған оқушы санасына қонымды әрі кейіннен азық болары сөзсіз. Мақсатқа жетудің әрқашан бірнеше жолы болады. Бірақ тек бір жолды ең жақсысын, ең сәттісін, ең қолайлысын бұл жолды да ең жақсы, сәтті түсініктер бір мағыналы емес, олар мақсатқа жету үшін орындалатын міндеттерге байланысты. Мысалы, бір жағдайда ең жақсысы өткен процесті жүргізу жылдамдығы болуы мүмкін, екіншісінде оның бағасы, үшіншісінде алынатын сенім сапасы, ал жалпы алғанда осы параметрлер бір уақытта критерий қызметін атқарады. Бәрі қойып шығып түсіп. Сабақ процесінде, асханада, дүкенде, аялдамада, Так, түсі аттағы дауыстыға мән бермейді. Аялдамасы сандармен кездесеміз. Мысалы, сабақ кестесінде, асханада, дүкенде, аялдамада, дүкенге барғанда мен ойша қанша жұмсағанымды және түгеншілігінің қайтаратынын есептеп тұрамын. Математика біздің өмірімізді тәртіпке келтіреді. Қазіргі технологияның дамыған заманда компьютердің жыл сайын қойып шығу керек. Енді сұрмекесің бәрін қойып жайды кездесеміз. Достар, енді мен бітірдім. Міне енді үшінші істеу керек болады. Так, отыратын жерлерді қою керек. Бізге не керек? Қазір мама түйіндемені біткеннен кіріспе, түйіндеме деп бітемін ғана ше. Сол кезде стопқа қоя салыңыз, ма? Так, кафеде бізде артында осындай заттар тұрады. Математиканың бастапқы мағлұматтары барлық халықтарда болған. Математика нақтылықты талап ететін ғылым саласы. Математиканың күнделікті өмірде маңызы өте зор. Мысалы, математиканы бала күннен қорытып, сонымен қоректеніп жүрген адамның ешбір алданышқа оңайлықпен берілмейді. Бұл не үшін бұл? Математика менің өмірім деген не? Маған жіберген бір видео. Алпеш бар көрейік. Мұнан бәрі невозможно ғой қосау? Түсінікке жатқанымын, түсінікке айту керек. Телефон қайда? Işte қойып қоясың заттарды. Және отыратын жерлерді істеу керек. Отыратын бардан осында. Вот сіздермен болған тәртіп